Волоколамск тас жолы. Волоколамскіде Панфиловтың алдында. Бірінші бөлім. Тағы да орман ішінде ара мен балта көмегімен жол аршып келеміз. Волоколамскіге таяп қалдық. Гүрсілдеген зеңбірек үні анық естіледі. Міне орман шетіне де жеттік. Жиектен алыстағы шіркеу мұнаралары көрінді. Одан біршама қиысырақта бізге жақындау жерден Волоколамск станциясының үйлері қызараңдайды. Бұлар қаладан бірнеше шақырым алшақта. Сол бағытта станция түбінде күркіреп ұрыс жүріп жатыр. Кенет жатаған темір күмбездер, бензин сақтаған үйдей ыдыстар көкке атылып, бір мезет әуеде қалқып тұрды да, гүрс етіп құлап көз алдымызда жоқ болды. Сол орында алапат жалын мен қара түтін бұрқ етті. Іле-шала құлақ тұндырған жойқын жарылыс лебі мұнда да жетті. Станция әзірше біздікі. Алайда әскерлер жау қолына бір тамшы жағармай, бір түйір бидай дәнін қалдырмау үшін осы бастан-ақ жолдар мен қойма, қамбаларды жаруға кіріскен. Мен батальонды қалаға бастап жүрмін. Жолай күзетшілер дауыстап жөн сұрайды. Бұлар біздің полктың сарбаздары. Солардан білгенім, полк штабы қаланың солтүстік шығыс шетінде екен. Жұмыр тас төселген жолда аршындай басып келеміз. Бұған жалғасатын асфальт немістер жанталаса ұмтылған Волоколамск тас жолы Москваға дейін бір-ақ апарады. Шеттегі алғашқы үйлерге 100 қадамдай қалғанда батальонды сәл аялдатып шылым шегуге мұрсат бердім. 10 минуттен кейін взводтар легі мен жауынгерлік бөлімшелер арасында орналасқан барлық қару-жарағымыз, пулемет орнатылған қос дөңгелек көліктеріміз, ат арбамызбен бірге қалаға қарай жылжыдық. Өзім торы төбелді ат қосшыма беріп, ең алдыда адымдап келемін. Екінші бөлім. Сондағы Волоколамск әсерін әлі ұмытпаппын. Кейбір үйлер, әсіресе ортадағы жайлар әуе бомбасына талқаны шығыпты. Тәрізі жау авиациясы қалаға бірнеше мәрте шабуылдаған. Ауыр бомба ағаштан салынған ұн қоймасында бұзыпты. Бір бұрышы опырылған. Ойықтан жылма-жылма бөренелердің шеті шығып тұр. Төбе ортаға түсіпті. Қақпа мен терезе жақтаулары ұшып кеткен. Жарылыс екпінінен шашыраған ұн осындағы аяқтыңда, дөңгелектіңде ізі тимеген жылға суағарының бойына ылғалы желбіршек болып тартылып қалыпты. Көпір үстіндегі әйнек қиыршықтары табан астында шықыр-шықыр етеді. Қираған қоймадағы ұн елге таратыла бастапты. Әлде бір тәртіп орнағандай, кезек түзілген секілденеді. Бірақ ұн өлшеніп үлестіріліп жатқан жоқ. Оны жұрттың аузын ашып даярлап тұрған қаптары мен жастық тысына шелекпен салып, едел-жедел жіберуге кірісіпті. Ал біз төрт-төрттен сап түзеп, қатарымызды түзу ұстап, аяқты нық басып, төңірекке тұнжырай, көз тіккен күйі жүріп келеміз. Ел жаппай әлдеқайда асыға басатындай. Бәрі қарбалас. Әбігерге түсіп, әрлі-берлі сапырлысып, жөңкілген жұрттың жүрісі суыт. Міне, алдыдан тағы да бомбадан қираған кішірек ағаш үй шықты. Тағы да бір бүйіріне қарай жантая жығылған бөренелердің жаңа ғана опырылған тұстары ағараңдайды. Үгітілген әйнек сынығы тағы да табан астында шықыр-шықыр етеді. Қираған үйлер түбіндегі тротуар шетінде әлде бір кексе әйел өліп жатыр. Үйпаланған ақ шашын жел тербейді. Бір толым шашы әлі қата қоймаған қызғылт қанмен бірге самайына жабысып қалыпты. Жерде басының тұсында дөңгеленіп қан ұйыпты. Тәрізі біреулер өлген әйелдің денесін шеткерірек жылжытып қойған секілді. Қазір майыт қасында ешкім жоқ. Үлкен тас үйдің көзге үйреншікті әйнек терезелерінің орны қапқара болып үңірейіп, жарылыс екпінімен іргедегі маңдайша тақтайда жұлынып түсіпті. Жалғыз шегеге ілініп тұр. Енді оны ешкім түземейді. Терезелерді де ешкім бүтіндей қоймас.
көшеде патруль өтіп барады. Жол айрығында иығына винтовка асып, жеңіне қызыл мата байлаған реттеуші жауынгер тұр. Ол бойын тіктеп, қолының ұшын шекесіне апарып, бізге сәлем берді. Қалада біршама әскери тәртіп сақталатыны байқалады. Әйткенмен, әдеттегі ежелден қалыптасқан азаматтық тәртіптің қиюы қашқан секілді. Қала тұрғындары жүгіре басып, әрі-бері жөңкіліп, бір-біріне едел-жедел тіл қатысады. Кейбірі неге екенін, заттарын көтеріп барады. Әйтеуір бәрі асығыс, бәрі қауырт. Сол сәт сұрапыл дауылдар қиратып, әлдебір жартастарға соғылған кемелердің жолаушылары дәл осылай сапырылысатын болар. Көңілді қаңқаның әне-міне күл талқаны шығып, құрдымға кетерміз деген үрей билер деп таңданғаным есімде. Әзірше біздің қолдан шығып, жауға өте қоймаған қаланы әлден-ақ қорқыныш иектеп үлгеріпті. Әлдебір үйдің қақпасы алдынан 17 жастар шамасындағы жеткіншекті байқадым. Бір мезет көздеріміз түйісіп қалған. Қабақ астынан шаншыла қарайды. Балғын жүзінен байыптылығы аңғарылды. Басы сәл алға қарай ұмсыныпты. Осы кейіп, осы көз қарасынан қайтпас қайсарлықпен ашу ыза оқылатындай. Жауынгерлердің қадамдарын дауыстап санап, 100 метрдей жүріп барып, батальон қатарын шолғанымда, сонау қақпа алдындағы әлгі жігітті тағы көрдім. Ол мына аласапыран дүрбелеңнен оқшауланғандай қалшиып әлі тұр. Кейінірек Волоколамск партизандарының басқыншыларға қарсы күрес жүргізгенін, қала ішінде 8 адамның дарға асылғанын білгенімізде, мен неліктен екенін сонау жеткіншекті есіме түсірдім. Әлгі күрескерлер арасында ол да жүрді ғой, деген ой келді. Қалада қайсарлық танытқан жалғыз бұл еместін. Алайда қазан айының сол сүреңсіз күнінде біздің көзімізге көшедегі қарбалас көріністер ғана көбірек шалынғандай. Ал біз маңайға тұнжырай көз тастап жүріп келеміз. Бізге де қарап тұрғандар бар. Тағдыры шешілгендей көрініп, өртенген станция жақтың түтініне көмілген қала көшелерімен қатаң аралықты сақтап, зеңбірек, пулемет, ат арбаларын тартып, бөлімдерін бастаушы командирлері бар әскер саппен жылжып келеді. Жорықтағы батальон колоннасы өзіңіз білетіндей, 1 шақырымға жете қабыл. Әрине, қадамды салтанатты шерудегідей сәндеп сартылдата баса қойғамыз жоқ. Шаршаған сарбаздардың жүзі сұсты еді. Алдыда мереке мейрам емес. Бұрынғыдай да алапат айқастар күтіп тұрғаны түсінікті. Дегенмен, олар қарап тұрған жұрт алдында еңселерін тіктеп, қатарды түзей түсіп, аяқты нық басуға тырысады. Бізге де аса сүйсініп тамсана қарамайтындары мәлім. Шегініп бара жатқан әскерге, кері жылжыған армияға кім сүйсіне қойсын? Әйелдер аяй қарайды. Кейбірінің көз жасына ерік бергені байқалады. Көпшілігі тәрізі әскер қаланы жау қолына тастап барады деп ойлайтын сияқты. Мұңданып, үрей ұялаған көздері. Бәрінің осымен біткені ме? Бүкіл сіңірген еңбегіміз еш болып, барлық арман үмітіміздің осылайша өшкені ме? Деп сұрайтындай. Иә, қала үстімен өткен бұл жорығымыз ауыр, азапты болды. Әйткенмен тұрғындардың көз қарасымен үргін-сүргін қауырт қимылына жауап ретінде біз басымызды тік көтеріп, кеудемізді шалқақ ұстап, аяқты ызалана нығызырақ баса түстік. Жүздеген табанның бірдей соғылған әр дүбірі арқылы жоқ, бұл апат емес, соғыс заңдылығы осы, деп үн қатқандай едік. Мұңайып, мүсіркегендердің бәріне солдаттық әрекетіміз бойынша жауап қайырдық. Жоқ, біз жаудың соққысына ұшырап, қоршаудан зорға шыққан бейшара топ емеспіз. Біз жұдырықтай жұмылып, өз күшін шайқастарда шыңдаған совет әскеріміз. Біз гитлершілерді талқандадық, олардың зәресін ұшырып, өліктерін аттап өттік. Көріп тұрсыңдар ма, қаһарман ұлы қызыл армияның бір бөлшегі. Айбынды әскері ретінде өздеріңнің алдыларыңнан еңсені биік ұстап өтіп барамыз.
3 бөлім. Батальон полк штабы орналасқан қаланың солтүстік-шығыс шетіне қарай тақалып келеді. Реттеуші тұрған жерден бе екен, әлде бір қиылыста төсеме жол асфальтқа жалғасады. Сол нүктеден тақтайдай сайраған асфальт арқылы тікеден тік Мәскеуге апаратын Волоколамск тас жолы басталады. Бір үйдің таптаза көкшіл қақпақтары бар терезесі есімде қалып қойыпты. Сол кенеттен сарт етіп айқара ашылды. Одан полк комиссары Петр Лагвиненко басын жұлқи шығарып, бізге қуана қол бұлғаған. Ал бұл кезде басқыштан түсіп, шашын ақ шалған майор, полк штабының бастығы Сорокин бізге қарай жүгіріп келе жатты. Ол қолымды құшырлана қысқан. Оның талайды көрген жасамыс жанарын кенеттен жас шылады. Оның артынша далаға шығып үлгерген Лагвиненко мені қаусыра құшақтап, оңаша әкетіп сүйе бастады. Ал бұлардың осынша ықыластануы мен үшін таң қаларлық жайт еді. Бізді бұлай қарсы алудың сыры неде? Жол бойы керісінше кешіккеніме бола сөгіс алармын деп ойлап едім. Әлгі жерде ғана жолдастарымыздың немістің қоршауында қалып, көптен хабарсыз кеткен батальон тағдыры үшін қаншалықты алаңдап абыржығанын түсіндім. Іштей бізді өлдіге санап, қаншама қайғырып, іштей жаназамызды шығарып, бақұлдасып қоюлары да әбден мүмкін. Полк командирі майор Юрасов тұйық, ұстамды адам еді. Сапты көзімен шолып, кіре берісте үнсіз тұр. Мен оған тақалып келіп рапорт бердім. Сөзімді тыңдап болып қысқа ғана. Жақсы. Кейін келіп жағдайды толығырақ баяндарсыз. Ал қазір батальонды үйді-үйге жайғастырыңыз. Дамылдауға болады. Полк дивизия командирінің резервінде, деді. Соңғы сөздерді айтқанында оның сабырлы үнінен зор мақтаныш аңғарылды. Юрасов шаттығын жасыра алмағандай. Өткен дүниежүзілік соғыс кезіндегі жас офицер, кейін Қызыл армияның кәнігі командирі, өзі қызмет ететін армияны лайықты мақтан тұтатын еді. Қаншама қияпатты бастан өткеріп келгеннен кейінгі сәтте естілген полк дивизия командирінің резервінде деген сөздің маңызын түсінесіз бе? Бұл алға жырылып шыққан немістермен 2-3 күн мен түнді алапат арпалыспен өткізсе де, тағы да қорғаныс шебін құрған дивизия өзінің майдан даласынан сәл ішкеріде орналасқан мығым резервтік тобымен бірге жаудың алдын бөгеп отыр деген сөзді. Осынау әшейін ғана айтылған жайт, ілгері жұлқынған гитлершілердің алдынан тағы да тұйық майдан құрылды. Москва бекінісі бұрынғыша берік дегенді білдіретін. Батальон жүрісті жалғастыра берді. Айбарлы үні құлақ тұндырып, зеңбіректер жылжып келеді. Аяқ астынан Панфиловтың қызыл шырайлы жас адъютанты сап ете қалды. Ол қолының ұшын шекесіне апарып, «Жолдас Момышұлы, генералға жүріңіз», деді. Ол кісі қайда? «Жүріңіз, ана үйде. Білесіз бе, генерал терезеден қарап, апырай, мынау не тамаша, бұл неткен әскер» деп аңтарылып қалды, деп адъютант күліп жіберді. Рахимовты шақырып алып жұртты демалуға орналастыруын бұйырдым да, өзім адъютанттың соңынан ілестім. 4 бөлім. Аппарат қасындағы телефоншылар, кезекшіліктегі штаб командирлері отырған ауыз үй арқылы Панфиловтың бөлмесіне кірдім. Ол телефон мен далы топографиялық карта жайылу жатқан үстел сыртынан лып етіп ұшып тұрды. Менің бойымды тіктеп жағдайды мәлімдеуіме Панфилов мұрша бермеді. Дереу жаныма жетіп келіп, біздің қазақ халқының салты бойынша қолымды қатты қысып, қос қолдап амандасты. «Отырыңыз, жолдас Момышұлы, отырыңыз. Шай ішетін шығарсыз, ауқаттануға қалай қарайсыз?» Сөйтіп, жауабымды күтпестен есікті ашып әлдекімге: «Кәне, түскі ас, басты, самауыр, керек нәрсенің бәрін әкелдіңіз», деді. Одан бері бұрылған, азырақ моңғол типтес сәл қиғаш біткен кішірек көзі күлімдеп, мейірлене қарайды.
Отырыңыз, әңгімеңізді айтыңыз. Адам шығыны көп емес пе? Мен шығын жайын жеткіздім. Жаралыларды алып шықтыңыз ғой? Иә, жолдас генерал. Жұртты тамақтандыруға нұсқау бердіңіз бе? Тынығып кептірінуі қажет. Иә, жолдас генерал. Панфилов телефонды алып дивизия штабы бастығын шақыртты да Волоколамскийге жау тылын бұзып шыққан толық құрамды батальон келіп жеткендігін дереу армия штабына Рокоссовскийге мәлімдеуін бұйырды. Бұдан соңғы кезекте Панфилов телефоннан бір хабарды тыңдап тұрып картаға еңкейіп, әлдененің жайын сұрастыра бастады. Мен: солтүстіктен ше? Тыныштық дейсіз бе? Ол жақтан соңғы ақпарды қашан алып едіңіз? Ал одан кейін ше? Білесіз бе, мен сол тыныштығыңызға сене қоймаймын. Тағы да сұрау салып жағдайды анықтаңыз. Және маған барлық мәліметтермен капитан Дорфманды жіберіңізші, деген сөзді ұқтым. Тұтқаны орнына қойған Панфилов едәуір уақыт картаға қарап тұрды. Жүзі байсалды, тіпті түнеріңкі еді. Бір-екі мәрте мырсылдап күлді. Жалмажан портсигарын шығарып, ойланған күйі суырып шығарған папиросының қуыс жағын үстел бетіне қаққыштады. Одан жалт етіп маған қарады. Кешірерсіз. Сөйтті де шапшаң қимылмен ашылған портсигарын созды. Кәне, жолдас Момышұлы, әңгімеңізді айтыңыз. Түк қалдырмай, бәрін әңгімелеңіз. 5 бөлім. Мен генералдың уақыт алып, аса алаңдатпау үшін жағдайды мейлінше қысқаша баяндауды ұйғарып едім. Ұрыстың дәл қазіргідей күйіп тұрған қысылтаяң кезінде өз ахуалыммен айтатын мәлімдемеме аса мән бере қоймас дегенмін. Қазан айының 23 күні кеш түсе деп бастай беріп ем. Ой бой, сіз тым беріден бірақ шықтыңыз ғой, деп сөзімді бөлді Панфилов. Қазанның 23-ін қоя тұрыңыз, алдымен жолдағы айқастарды айтыңыз. Біздің шиыршық серіппе есіңізде ме? Міне, соны іске жарата алдыңыз ба? Мен үшін Донскихтің взводы мен Брудныйдың взводы өткерген сонау кішігірім ұрыстар, бертінгі бастан кешкен қияпаттардың қасында әшейін нәрсе болып қалғандай еді. Қызық, Панфилов бұл жөнінде неге сұрады екен? Қазір біздің алыста қалған алғашқы қақтығыстарымыздың не қажеттігі бар? Панфилов менің ойымды оқығандай жымиып күлді. Менің әскерім, менің академиям, деді ол. Мұның сізге де қатысы бар, жолдас Момышұлы. Сіздің батальон, сіздің академияңыз. Кәне, сіз содан не үйрендіңіз? Кенет осы сөздер жан жүрегімді жылытты. Өз-өзімді қаншалықты сергек ұстаймын дегеніммен, үрей құрсауындағы қала көрінісі еңсемді езіп-ақ жіберіп еді. Ал Панфилов болса, зеңбірек үні үздіксіз гүрсілдеген қаладағы бөлмеде отырып, кәне, сіз содан не үйрендіңіз, деп күлімдейді. Осынау бір ғана қарапайым сұрағы арқылы, оның өз-өзіне деген нық сенімі лезде менің де кеудеме көшкен тін. Панфилов маған қарай бар тұлғасымен еңсеріле бұрылып жауабымды ынтыға күтеді. Расында, мен не үйрендім? Жарайды, не болса о болсын, негізгі пайымымды жайып салайын. Мен: жолдас генерал, немістер бізге қарсы қолданғысы келетін жай оғындай соғыстың психикалық соғыс екенін түсіндім. Және жолдас генерал, оларды дәл сондай қарумен ұру қажеттігін үйрендім, дедім. Қалай дедіңіз? Психикалық соғыс дейсіз бе? Иә, жолдас генерал, психикалық шабуылдың болатыны секілді, бүкіл соғыстың өзі психикалық соғыс екен. Психикалық, ә? Панфилов қайтадан сәл аңтарылып ойланып қалды. Өзіне тән әдетпен үн-түнсіз толғанып тұр. Тағы не айтар екен деп, сөзін тықырши күткен сәтімде есік ашылды да әлдекім: кіруге рұқсат пе екен? Деді. Иә, кіріңіз. Үлкен қара папка ұстаған дивизия штабының шұғыл істер бөлімінің бастығы капитан Дорфман кіріп келді. Сіздің бұйрығыңыз бойынша? Иә, отырыңыз. Мен әдеп сақтап орнымнан тұрдым.
Қайда барасыз, жолдас Момышұлы? Деді Панфилов. Одан әзілдеді. Кітапты ең қызық жеріне келгенде жаба салмақсыз ба? Мұныңыз жарамайды. Сол сәтте ол осы сөздердің шынында да кітапқа енетінін білді ме екен? Әзірше ауқаттанып, әбден әлденіп алыңыз. Панфилов меймандостықпен манадан түскі ас әзір тұрған үстелді нұсқады. 6 бөлім. Ақырын ғана айтылған әңгімеге құлақ тұруды жөн көрмесем де, кейбір сөздерін естіп тұрмын. Панфилов еріксізден аңдағанымдай, немістің негізгі ұрыс бағытынан қиыстау жатқан әлдебір учаскенің осы күнге дейінгі біршама тыныштығы туралы сөзге сеніңкіремей, түбегейлі түрде тәптіштеп, мұқият тексеруді талап етті. Одан соң, сіз түсіндіңіз бе? Дегенді аңдадым. Біздің генерал әдетте әңгімені осындай сұрақпен аяқтайтын. Панфиловтың осынау сөзді қалай айтатынын бірнеше мәрте естіппін. Ол жаттанды уәжді қайталауға құмартпаушы еді. Ешбір қорқытып үркітуге де әуестенбей, әрдайым әңгімелесіп тұрған адамның көзіне тіке қарап, мәселе мәнісін ұққан-ұқпағанын сұрайтын. Капитан ендігі шығуға ыңғайлана бергенде, Панфилов оған қайтадан үн қатты. Сол сәтте оған өзім мән бере қоймаған сұрақ қойылды. Оның сырын біршама кейінірек ұққандай болдым. Панфилов: «Қиыр шығыстықтардың өкілі бері қарай шығып бекен?» деп сұрады. «Иә, жолдас генерал, көп ұзамай осында болады». «Жақсы, келген бойда дереу маған жіберерсіз». Ол бас изеп, капитанды босатты да менің қасыма таяп келіп: «Тамақтаныңыз, жолдас Момышұлы», деді. Мен орнымнан көтеріліп ізет білдірдім. Отыра беріңіз. Үстелге қойылған ескі үлгідегі бүйірлі самаурында ызылдай әндетіп тұр. Панфилов маған да, өзіне де ыстық қою шайдан құйып, стақаннан көтерілген буға мұрнын тосып, сәл тамсана, таңдай қағып, күлімсіреп қояды. «Ал, жолдас Момышұлы», деді ол. «Кәне, бәрін жөн-жөні рет-ретімен айтайық. Сіз екеуміздің карта бетіне қарындашпен белгілеген істің сәті түсті ме? Взводтар жол бойында қалай қимылдады?» Мен баяндауға кірістім. Панфилов шайды аз-аздан ұрттап ішіп, сөзге ден қоя тыңдап отыр. Ара-арасында басты мәселеге соға қоймай, кейбір ескертулерін жасайды. Мысалы, Донскихке қатысты. «Оның үй-үш туған-туысына хат жаздыңыз ба?» деп сұрап қалды. «Жоқ, жолдас генерал». «Оныңыз бекер, жарамайды, жолдас Момышұлы. Солдаттық емес, адамгершілікке де жатпайды. Жазып жіберіңіз, комсомол комитетіне де жазыңыз». Панфилов лейтенант Брудныйды бұрынғы қызметіне қайтадан алуды бұйырды. «Оның бұл іске еңбегі сіңді», деп түйіндеді генерал. Одан соң, жолдас Момышұлы, жалпы аса бір ділгірлік туындамаса адамдарды алмастыра берудің жөні жоқ. Сарбаз жеке винтовкасына бой үйреткеніндей, өз командиріне де бауыр басады. «Иә, айта беріңіз». Мен қазанның 23 күнгі жағдайды, батальонның қалай қоршауда қалғаны туралы баяндай бастадым. Панфилов стаканды шетке сырғытып, маған қарай сәл еңкейе түсіп, жүзіме төне қарап, аузымнан шыққан әр сөзімнен терең мағына аңдағандай ықыласпен тыңдады. Менің мәлімдемем Панфилов үшін бүгінге дейін созылып, жалғасы келесі кезекке ұласқан шайқастың кейбір қалтарыс қырларын айқындай түскентін. Оған жойқын шайқасты басқару кезінде 2 тәуліктей бұрынғы әлдебір аралықта кенет жау қысымының неліктен бәсеңсіп, тыныс кеңей қалу себебі бәлкім енді ғана мейлінше ұғынықты болған шығар. Онда дәл сол сағатта Волоколамскіден өз адамдарымыздан шалғайда жол торабында бөлініп қалған біздің батальонымыз бен зеңбіректеріміз іске кіріскен еді. Жау колоннасы қақ бөлінді. Негізгі жолға тосқауыл қойдық. Соққы әлсіреді. Немістер бірталай уақыт шабуылды үдетуге қосымша
күш жеткізе алмай діңкеледі. Бұл тыныс ұрыстағы кездейсоқ туындап қалған сәттіліктей көрінер. Алайда Панфилов бүгінгі кездейсоқтықты ертеңіне әбден ойластырылған, пысықталған тактикалық тәсіл ретінде қолдана білетін. Бұған арада бірнеше күн өткенде Панфилов өзіме жаңаша жағдайда жауынгерлік міндет жүктеген кезде көзім жетті. Иә, оның әскері, оның академиясы болатын. 7 бөлім. Шайқас елестерін қайтадан көз алдымнан өткізе отырып, дүркін-дүркін оқ ату арқылы өзімізге жол ашып, неміс колоннасын қақ жара, жаудың өлген адамдарын қалай аттап өткенімізді суреттеп бердім. Ормандар аралығындағы жеңісімізге іштей масаттанғаным рас. Сол қысқа шайқаста алғаш рет өзімнің сауаттылығымды ғана емес, ұрыс өнерін игергенімді сезінгенмін. Сіздің әңгімелеуіңізге қарағанда, деп жымиды ол, үстемелете оқ атуды өзіңіз ойлап тапқан сияқтанасыз. Біз, жолдас Момышұлы, баяғы патша армиясы кезінде солай ататынбыз. Рота, залпам, пли деген команда бойынша гүрсілдеттік. Ол аз кем ойланып, сөзін жалғастырды. Тек ренжіп қалмаңыз, жолдас Момышұлы. Сіздің мұнымен әуестенгеніңіз өте жақсы. Келешекте де солай жасаңыз. Осыны елге де үйретіңіз. Маған мейірлене қарап, жауабымды күтіп, сәл үнсіз қалды. Басқа айтарым жоқ, дедім мен. Панфилов орнынан тұрып, олай-бұлай жүрді. Одан психикалық соғыс деп қалды, ойындағы сөзді сыртқа шығарғандай. Жоқ, жолдас Момышұлы, бұл ұғым бүгінгі соғысты толықтай бейнелеп бере алмайды. Біздің соғыстың ауқымы кең жатыр. Ал егер әрине танкі үрейі, автомат үрейі, қоршау үрейі дегендей өзге де үрейлер туралы айтқан болсаңыз, Панфилов дәл осындай біртүрлі тосындау сөз құрамын қолданды. Мұндайды алғаш рет естіппін. Онда дау жоқ, сіздікі жөн. Карта жатқан үстелге жақындап, менің деп тақалуымды сұрады. Берірек келіңіз, жолдас Момышұлы. Бұдан соң жағдаймен қысқаша таныстырған. Жау Волоколамскіні солтүстіктен де, оңтүстіктен де қысып, Волоколамскіден шығысқа қарай екі тас жол аралығындағы кеңістікке сыналап өтіпті. Солайша дивизияның тылдарына қауіп төндіріп тұр екен. Әйткенмен әзірге ешбір тұстан Волоколамск тас жолына табан іліктіре алмапты. Менің мына жерімде де күшім селдір, мына тұсымда қорқыныштылау, деді Панфилов картадан көрсетіп. Бәрібір штабымды осында ұстап отырмын, жолдас Момышұлы. Штаб орнын азырақ жылжытса да болар еді. Бірақ өтсем, полк штабтарының да сәл қозғалуына тура келмекші. Одан соң батальон командирі де ығысып, өзіне ыңғайлы резиденция іздей бастамай ма? Бәрі де заңды, бәрі де ережеге сай секілді. Ал окоптарда штабтар кетіп жатыр деген сыбыс тарайды. Енді бір қарасаң солдаттың берекесі қашып, табансыздық байқалады. Панфиловтың ақыл-парасат тұнған сүйкімді жүзіне тағы да күлкі үйірілді. Психикалық соғыс. Панфилов жымия тұрып мырс ете түскен. Тәрізі осы сөз оған ұнап қалса керек. Иә, мына жолақта Панфилов біздің Волоколамскінің алдындағы біз тастап кеткен дәлізді көрсетті. Мына жерде немісті әуре сарсаңға түсіретіндей ақ жөніміз бар еді. Алайда кейбіреулер оның айла шарғысына тез түсіп қалды. Қай тұста ол оп-оңай сан соқтырды. Солай бола тұра, егер 15-нен бастап санасақ, біз оны 2-7-дей сандалтып-ақ келеміз. Міне, жолдас Момышұлы, қарап тұрсақ, жеңіп тұрып та жеңілуге болады екен ғой. Қалайша, жолдас генерал? Құнына қарамайсыз ба? Деді Панфилов жалма-жан. Жеңіс үшін төлеген құнын айтамын. Волоколамск түбіндегі шайқас күндерінде жаудың шамамен қанша шығынға ұшырағанын айта келіп, өлгені мен жаралыларын қосқанда 15 мыңдай адам. Панфилов осынау мөлшері бәлендей көп болмаса да,
түпкі есепте Волоколамск тас жолына өршелене ұмтылған неміс тобы үшін елеулі өлім жітімі екеніне тоқталды. Біз үшін бұдан да қымбаты уақыт, деп ой сабақтады Панфилов. Ол зеңбіректердің күркірей жеткен үніне құлақ түріп, солай қарай басын бұрды. Одан қайтадан менің бетіме қарап, кенеттен қабағы қағып қалған. Бұларда тарсыл гүрсіл әлі жеткілікті, деді ол. Бірақ әлгі найзағайдай жарқылдаған жылдамдықтары қайда? Қайда Жолдас Момышұлы? Ол Гитлерде жоқ. Оны біздің армия ішінде сіз бен біз де бармыз. Күл талқан қылғанбыз. Біз, Жолдас Момышұлы, уақыт ұттық. Әлі де болса ұта түсеміз. Біраз үнсіз қалып, жеңдім деп жүріп те жеңілгеніңді білмей қалуға болады екен, деп қайталады. Сіз мені түсіндіңіз бе, Жолдас Момышұлы? Түсіндім, жолдас генерал. Әңгімеміз тәмамдала бастады. Панфилов соңғы сұрақтарын қоюға кіріседі. Ал солдат ше? Сіздіңше солдат шайқастардан не үйренді? Өзіңіз айтқан психикалық соғыстың мәнін түсіне алды ма? Немістің сырын ұқты ма? Кенет Ползунов есіме түскен. Кешіріңіз, жолдас генерал, сізге Ползунов туралы айтуды ұмытыппын. Панфилов, ол кім еді? Дегендей қабағын керді. Кәне, деді одан елеңдеп. 8-ші бөлім. Есік қайтадан ашылды. Адъютант кірген. Жолдас генерал, сізге полковник Витевский келіп тұр. Жаңа келген атқыштар дивизиясынан. Панфилов дереу сағатына қарады. Жақсы, өте жақсы. Бұдан соң жылдам шашын түзеп, тікірейте, келте қырыққан қара мұртын бір сипап, сәл еңкіштеу еңсесін көтере қойды. Тәрізі, әлгі кісімен өте маңызды кездесу болатын секілді. Әйткенмен, маған бір қарап қойып, адъютантына тіл қатты. Азырақ күте тұруын өтініңізші. Менімен арадағы әңгімені аяқсыз қалдырғысы келмегенін түсіндім. Біздің генерал уақытын сарп етіп, батальон командиріне көңіл аударуды білетін жан еді. Кәне, Ползунов, деді ол. Мен Ползуновтың өзім қашқындар деп атағандармен бірге орман арасынан шыққан кезіндегі сыйқы мен соңғы шайқаста танкіге қарсы қолданатын гранатасын ыңғайлап ұстап, төңіректі қырағы, ойлы көзбен шолғандағы кескіні туралы айтып бердім. Сәлем айтыңыз оған, деді Панфилов. Ұмытпаңыз, әрбір сарбаз, Жолдас Момышұлы, адал қызметі үшін жылы лебіз естігісі келеді. Ол қоштаспастан бұрын маған қарай ұмсынып, алақанымды тағы да соншалықты бір мейіріммен аялап, қазақша қос қолдап қысып едәуір ұстап тұрды. Сізден сұрайтыным, Жолдас Момышұлы, ұрыста көзге түскендерді дереу наградаға ұсыныңыз. Тізім мен мінездемелерді менің алдыма дәл бүгін тапсыруыңызды өтінемін. Ал, барыңыз. Тәрізі, сіздің батальоныңызға ертеңге дейін тынығуға мұрсат бере алармын-ау деймін. Жолыңыз болсын. Ол менен оза өтіп барып есікті ашты. Жолдас подполковник, кіруіңізді сұраймын. Көбіне бейбіт өмірде киюге арналған қызыл құрсамалы фуражкалы подполковник келіп кірді. Есікке қарай өтпекші болғанымда Панфилов жеңімнен түрткен. Кірген адамды көзімен нұсқап, құлағыма сыбыр етті. Бұл Жолдас Момышұлы қосымша күш, қиыр шығыстықтар 12 күн бойы жүйткіп жетіпті, үлгерді. Міне Жолдас Момышұлы Волоколамск түбіндегі қорғаныс ұрыстарының мәнін осыдан-ақ аңғаруға болады. Бір мезет жаны тебіреніп, көңілін шаттық кернеп, көзіне жас келді. Есікті жаба беріп генералды тағы да көрдім. Панфилов бауы ағытылған қалта сағатын үстел үстіне қойыпты. Сәл еңкіш тартқан бәкене бойлы ол күнге күйген әжімді мойнын иіп, подполковникке ізетпен орындықты нұсқады. Ал екінші қолымен, анығында бас бармағымен, бұрынғы әдетінше сағатының дөң әйнегін сипалайды. Сыртта жаңбыр нөсерлетіп тұр.
Бұлт төнген аспан түнеріңкі. Станция жақтан зеңбіректер гүрсілі естіледі. Көңірсіген жеңіл ыс иісі сезілді. Айнала төңірек қалың мұнар бүркеніпті.